Қайырлы күн, құрметті достар. Енді бұған дейін қалай болғанын білмеймін. Өз көзіммен көргенім жоқ, таныстарым арасынан шыққан жоқ. Бірақ вот нағыз коронавирус енді басталды. Бас қала Нұр-Сұлтанның өзінде, Түркістан, Шымкентте кейбір ауруханаларда орын жетіспей жатыр. Кәдімгі дене қызуы көтерілген, күрк жөтелген науқастар коридорда, дәлізде жатыр. Кеше өзіміздің бір танысымызды сөйлесіп жүріп, таңға жуық әрең бір палата тауып бердік. Қазір жекеге жазып жатқандар бар. Мақсат тестілеуден өттім. COVID-19 деп көрсетті. Ешқай жерім ауырмайды. Бірақ жедел жәрдем шақырдым. 2 сағат болды, 3 сағат болды, 1 күн болды, 2 күн болды күтіп отырғаныма деп. Министрліктің жаңа қаулысы шықты. Бұдан кейін симптомсыз түрі болса, ешкім сізді қанша жерден жалынсаңыз да ауруханаға әкетпейді. Үйде жатып емделесіздер. Жағдай онсыз да ушығып жатыр. Күніне 1000 адамнан тіркеліп, орын жетпей жатыр. Сондықтан сенбейтіндерге айтқым келеді, сен сенбе, өз еркің. Қанша жерден жалынсаң да бұдан кейін ешкім сені ауруханаға жатқызбайды. Егер енді жөтел пайда болып ыстығың көтерілмесе, жақындарыңызға барынша жанашыр болыңыздар шағайын.